Мен 11-ші жылы Қазақ географиялық қоғамымен бірлесе отырып, оңтүстік полюске экспедиция ұйымдастырған болатынбыз. Бұл тұңғыш Қазақстандық ғылыми зерттеу автомобиль экспедициясы. Бұл 108 сағат біздің ғылыми экспедициямыз Гиннестер кітабына енді. Гиннестер кітабына. Оның себебі осы ара қашықтықты 2004-те 108 сағатта өтіп шыққан ешкім болмаған екен. Барғандағы мақсатымыз біз Қазақстанды таныту, және Қазақстанның 20 жылдығында біз сол жерде қазақ жалауын, Қазақстан жалауын, көк байрақты көтеру болатын. Біз ол миссиямызды орындадық. Және Амундсеннің полюс ашқанына 100 жылдығына біз барып қатыстық, және Қазақстан жалауын көтердік. Осы Антарктида барып келгеннен кейін, осы Евразия ұлттық университеті ректорының шақыруымен келдім Нұр-Сұлтан қаласына. Сонда далаға шықсам, екінші Антарктида. Бораны да, қары да, ұқсайды да бірде. Бұл да Қазақстан жерінде тұңғыш салынған қала, астаналық қала ретінде. Сондықтан да біз мақтан тұтамыз. Біз тұңғыш президентімізбенен, тұңғыш егемендік алған елімізбен мақтанамыз.